Ассаламу алейкум, күндеріңіз берекелі болсын. Бүгін сіздермен өткен видеода синабон дайындаған қамырмен жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, лезде желініп қалатын булочкаларды дайындайтын боламыз. Мен қамырын дайындап алатын боламыз. Қамырына ұн, жұмыртқа, қант, ерітілген сары май, сүт, ашытқы және тұз қажет. Табаққа 4 жұмыртқаны және де қантты, тұзды салып, миксердің немесе венчиктің көмегімен жақсылап қант ерігенше араластыратын боламыз. Қант ерігенше жақсылап араластырып алдық. Ерітілген сары маймен ыстық температурадағы сүтті қосатын боламыз. Сүтті міндетті түрде температурасын ысытып алыңыздар. Бізге қажетті заттардың мөлшерлемесін видеоның астындағы описаниеде қалдыратын боламын. Қоспамыздың температурасын қарап аламыз. Өте қатты ыстық болмауы керек, салқын болмауы да керек, орташа жылы температурада болуы қажет. Ашытқымызды салып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Ашытқымыз сәл көтерілуі қажет. Мінекей ашытқымыз көтерілді. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға сәл жабысатын қамыр пайда болады бізде. Оны 1,5-1 сағат көлемінде жылы жерге қалдырамыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Мен бұл қамырдың жартысын ғана пайдаланатын боламын. Жартысын мұздатқышқа салып қойып, кейін пайдаланатын боламын. Өткен жолы қамырдың жарты бөлігімен, алғашқы бөлігімен синабондарды дайындадым. Қалған жарты бөлігін мұздатқышқа салып қойған болатынмын. Соны мұздатқыштан 4-4,5 сағат бұрын шығарып алдым. Мінекей толықтай еріді. Қамырды 4 бөлікке бөліп дайындаймын, дөңгелетіп аламын. Өз қалауларыңызға байланысты дайындасаңыздар болады. Менде бүгін шағын әрі кішкене булочкалар шығатын болады. Әр бөлікті видеода көрсетілгендей қалыңдықта дайындап алдым. Тағы да айтамын, өз қалауларыңызша дайындасаңыздар болады. Мен бір бөлікті 12 бөлікке бөліп шықтым. Бірінші бөлігіне арасына еш нәрсе дайындамай, протеиндерге арасын аша отырып салдым. Өйткені булочкаларымыз көтеріліп, әдемі пісу үшін арасын ашып саламыз. Келесі бөлігіне осындай вареная сгущенканы 3 желанияның салып шықтым. Басқа сгущенканы салатын болсаңыз, ол ақып кетуі мүмкін. Осы 3 желанияның сгущенкасы ақпай әдемі пісіп шығады. Сгущенканы салғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп, екі жағын бекітіп, әдемілеп дайындап шығамыз. Булочкаларды противенге салып дайындап алдым. Менде бірнеше мәрте қолданылатын пергамент қағазы, өткен жолы қолданғанымды қайта пайдаланатын боламын. Дайын болған булочкаларымыздың бетін 15-20 минутқа немесе одан да көп уақыт алуы мүмкін. Мұздатқыштан шыққаннан кейін көтерілгенше жауып қоямыз. Немесе асығыс болсаңыз, пешті 50 градусқа қойып, булочкалар көтерілгенше салып алсаңыз болады. Жұмыртқаның сарысы мен ағын бөліп алып, сарысына сәл сүт құйып, көтерілген булочкаларымыздың бетіне кисточканың көмегімен әдемілеп, булочканы қатты баспай жағып шығамыз. Одан кейін мен бетіне, ішіне ешқандай нәрсе салынбаған булочкалардың бетіне қантты сеуіп шықтым. Өз қалауыңызға байланысты сепсеңіз де болады, сеппесеңіз де болады. Ұлымыз екеуміз төгіп шасып жасадық, оны айып етпессіздер. Қызып тұрған пешке 160 немесе 180 градуста булочкаларымызды саламыз. Әр пеш әртүрлі пісіруі мүмкін. Өте қатты қызартпай, сәл қызара бастағанда алып тастасақ, өте әдемі жұмсақ болып шығады. Кейбір пештер 10-15 минутта да қызартып жіберуі мүмкін. Сол себепті қарап тұрғаныңыз абзалырақ. Бұған дейін түрліше рецептпен булочкалар дайындадым, бірақ ешқайсысы дәл осы булочкалар сияқты ерекше дәмді болып шықпаған екен. Ыстықтай шайдың уақытына арнап пісірсеңіз, тіптен керемет, лезде желініп қалады. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.